Саламатсыздар ма, құрметті оқытушылар? Әрқайсымыз үнемі уақыттың жетіспеушілігін сеземіз. Асығыстық бойынша стресте жүреміз. Тайм менеджмент уақытты ұйымдастыруға ғылыми көзқарас пен оны тиімді қолдануды көтеру болып табылады. Бүгінгі дәрісімнің тақырыбы оқытушының өзінің уақытын тиімді басқару технологиясы. Мен Ақтөбе автожол колледжінің педагог-психологы Сәрсенғалиева Майра Тұрарбековна. Уақыт оны бос өткізгенді қаламайды деген екен американдық өнертапқыш Генри Форд. Негізінде тайм-менеджердің девизі аз жұмыс жасап, көп нәрсені үлгер. Өзінің уақытын тиімді пайдалана алатын адамдардың өмірлері бай және толыққанды. Өз уақытын аз күш жұмсау арқылы тиімді пайдалану. Заманауи адамның қандай төтенше жағдайда өмір сүретінін ескере отырып, уақыт ресурстарын басқару мәселесі өмірлік, маңызды, өзекті болып келеді. Уақытты тиімді пайдалану дағдысын қалыптастыру жеке тиімділікті көтереді. Бір жылдағы сағат саны 8760 болса, соның ішінде белсенді өмірге 5800 сағат, ұйқыға 2960 сағат кетеді екен. Уақытты тиімді пайдалану, тайм-менеджмент адамға мақсаттарына жету үшін өз қызметін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әдістер жүйесі болып келеді. Тайм-менеджмент тарихы 2000 жыл бұрын ежелгі Римде атақты ойшыл Сенекадан бастау алады. Ол кезінде уақытты пайдамен тиімді, дұрыс, жақсы және тиімсіз өткізу деп бөлген екен. Сонымен қатар Сенека уақытты жазбаша түрде есептеп отырған. Ол, егерде мен қай портқа баратынымды білмесем, маған жел де көмектеспейді деп, алдыға мақсат қою туралы сөз еткен. 15 ғасырда өмір сүрген итальян ғалымы мен жазушысы Альберти айтқан: кімде-кім өз уақытын саналы және сапалы өткізсе, міндетті түрде жетістікке жетеді деп. Ол үшін ол екі ережені қолдануды ұсынды. Күнде таңертеңгісін жұмыс тізімін жасау, маңыздылығына қарай жұмысты реттеу. Бенджамин Франклиннің жетістік пирамидасы да бізге мәлім. Ол пирамида арқылы жоспар құруды көрсетті. Күнбе-күн, осы аптада, осы айда мен не істеймін, осы жылы мен не істеймін, жақын арадағы 5 жылда мен не істеймін, менің кәсіптік өмірімдегі негізгі мақсат. Осы жұмысты, сол істерді маңыздылығына қарай қазір 80% орындалса, кейін 20% орындау керек деп атап көрсеткен екен. Парето қағидасы 80-20 экономист және әлеуметтанушы Вильфредо Паретоның эмпирикалық ережесі болып табылады. Жалпы 20% күш болса, 80% нәтиже береді, ал қалған 80% күш тек 20% нәтиже береді деп тұжырымдаған екен. ақш-тың 34-ші президенті Дуайт Дэвид Эйзенхауэрдің қолы ешқашан босамаған. Ол бүкіл шаруаға үлгеріп, 24 сағаттың қадіріне жету үшін өзінің уақытын басқару үлгісін ойлап тапқан. Бүгінде ол Эйзенхауэрдің матрицасы немесе приоритеттер матрицасы деп аталады. Эйзенхауэр матрицасының мәні неде? Эйзенхауэр матрицасына сай шұғыл жасалынатын шаруа мен асығуды қажет етпейтін шаруалардың ара-жігін ажыратып алу шарт. Жоспарлаған дүниенің шұғыл немесе шұғыл емес болуына байланысты категорияларға үлестіру қажет. Ол үшін қағазға 4 бұрыш салып, 4 бөлікке бөлу керекпіз. Әр бөлікке шаруаларды жасап қойып, оларды нөмірлеу. Ең бірінші кезекте шұғыл және маңызды шаруаларға білек сабана кірісу. Бар назарыңыз екінші бөлікке ауыссын. Шұғыл емес, бірақ маңызды шаруалар шұғыл және маңызды шаруалардың бөліміне ауыстырылса, еш нәрсе етпейді. Дегенмен қайта-қайта орындауды ауыстыра беру дұрыс емес. Алдыңызға ұзақ уақыт мерзімді мақсат қоя біліңіз. Оған жету үшін қажет дүниелердің бірін қалдырмай жасап шығыңыз. Ойға алған шаруаларды бөлікке сай 4 бұрыш ішіне орналастырыңыз. Ойды іске асыру барысында ұсақ-түйек болмашы дүниелерге назар аударып, уақыт жоғалтпаңыз. Сәт сайын пошта тексеру, ұялы телефон шұқылау сізге табыс әкелмес. 50 жыл бұрын президент Эйзенхауэр ойлап тапқан матрицаның адамзатқа берері көп. Бастысы, көз бояушылықтан ада болыңыз, шындап кірсіңіз.
Өз мақсатыңызға, арманыңызға дал болсаңыз, тайм-менеджменттің арқасында бәрі іске асатыны сөзсіз. Міндетті түрде өз жұмысыңызды қағаз бетіне түсіріп отырғаныңыз жөн. Әрбір күніңізді жоспарлаңыз. Өйтіп құрылған жоспар әрбір істің өнімділігін көтереді. Жоспарды бір күн бұрын кешкі ұйықтар алдында жасаған жақсы. Таңертеңгісін қандай жұмыстан бастайтыныңызды біліп тұрасыз. Тайм-менеджменттің практикалық маманы Брайан Трейси бұл сұраққа өте қатал қараған. Ол өзінің әдісін құрбақаны жеп қою деп атаған. Құрбаққа ең қиын және ұнамайтын жұмыс. Сіз оны үнемі артқа қалдырып отырасыз. Соның салдарынан сізде үнемі эмоционалдық күйзеліс болады да, қалған жұмыстарыңыз өнімді болмайды. Құрбаққа барлық күніңізді құртып тұрады. Трейси сол құрбақадан бастауға кеңес береді. Егер де сол жұмысыңыз жасалынса, қалған іс өзінен өзі шешіліп отырады деген екен. Жылдың аяғында сәтсіздікке ұшыраған студенттен жылдың мәні туралы сұраңыз. Мерзімінен бұрын босанған анадан айдың мәні туралы сұраңыз. Күнделіктен аптаның мәні туралы сұраңыз. Бір сағаттың мәні туралы, бірін-бірі сүйген жастардан күнді тағатсыздана күту туралы сұраңыз. Пойызға, автобусқа немесе ұшаққа кешіккен адамнан минуттың құны туралы сұраңыз. Апаттан зардап шеккен адамнан бір секундтың мәні туралы сұраңыз. Олимпиаданың күміс жүлдегерінен миллисекундтың мәнін сұраңыз. Әрбір сәтті бағала, өйткені ол құнды. Жұмыс жасауға уақыт тап, ол жетістік жағдайы. Ойлауға уақыт тап, ол күш-жігердің бастауы. Ойын ойнауға уақыт тап, ол жастықтың құпиясы. Оқуға уақыт тап, ол білім негізі. Достасуға уақыт тап, ол бақыттың сыры. Армандауға уақыт тап, ол жұлдызға баратын жол. Махаббатқа уақыт тап, ол өмірдің шынайы қуанышы. Көңіл күйге уақыт тап, ол жанның музыкасы. Уақытты үнемдеудің 8 тәсілі. Уақытты бағалаңыз. Ол да біздің қолымыздағы байлықтың бір түрі. Немені айналысу керектігін күнделікті біліп отыру үшін істеленуге тиісті істердің тізімін жасап отырыңыз. Сіз айналысуға тиісті емес жұмыс болса, оны істеуден бас тартыңыз. Табанды болыңыз. Басқалардың сіздің уақытыңызды алып ысырап етулеріне жол бермеңіз. Жұмысты бітіретін мерзімді өз күшіңіз бен мүмкіндігіңізге қарап белгілеңіз. Өте қысқа уақыттың ішінде бітіремін деп орындалмайтын уәде беруден аулақ болыңыз. Адамдарға мейірімді, бірақ уақытты жұмсауға сараң болу керек. Басқа адамдардың уақытына алмаңыз. Бұл үшін олар сізді құрметтеп, сізге одан да жақсы қарайтын болады. Телефонмен сөйлескенде уақыт туралы ұмытпаңыз. Уақыттың бар болуы барлық оқиғаның бір кезде болмайтындығымен тікелей байланысты деп Альберт Эйнштейн айтып кеткен. Психолог мамандардың айтуынша, уақытты әр адам денсаулығына, жасына, көңіл күйіне байланысты әртүрлі қабылдайды. Ендеше құрметті әріптестер, өзіміздің уақытымызды өзіміз бағалайық, мақсат қойып жоспарлап шығармашылыққа бет бұрайық. Назарларыңызға көп-көп рахмет.